Аллахтың қалауымен сіздер сияқты бауырлар шығып ортада қазақ үшін шырылдап, қазақ тілі үшін жүгіріп жүрсіңдер. Қайта мен сіздерді қуанамын осы ютубтан. Басында сіздер қалай шықтыңыздар, ютубтан бастап көріп жүрмін ғой. Дұрыс істейсіздер. Сіздер сияқты адамдар болмаса, сөздің шыны келгенде өтірік айтпай қояйық, бәріміз бар ғой, кәдімгі орыс болып кетер едік. Сіздер сияқты тумаластарымыз, ағайындар болмаса. Мен бір рет енді мына сақалымды акалтопты жасатайын деп жаңағы сақал шаш алатын жерге баратын болып, кілең орыстар, сол жерде бір терлегенім бар, қазақша сөйлеймін. Ешкім қазақша жауап бермейді, орысша сөйлей алмаймын. Не қорлық десеш, өз жерімізде жүріп деймін да, мысалы қарап отырсаң. Кәдімгі жының біледі, жаңағыдай бөтен ұлттар бар ғой, осындай жерге кіріп боқтанып отқанға да. Қайта рахметін айтпаймын, біздер қазақтар деген бар ғой, қонақшыл халықпыз. Кет демейміз, әр түр демейміз. Мысалы келсе төрімізге шығарамыз, нанымызды береміз.